Дәріс тақырыбы Қазақстанның қазіргі жоғары оқу орындары білім беру әдістері мен тіл, әдебиет пәндерін оқыту жүйесі. Дәріс сұрақтары: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қалыптасу, даму тарихы, негізгі бағыты, филология ғылымдар саласының оқытылу жайы. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті ғылыми зерттеу институттары, филология факультеті, профессор, оқытушылар құрамы, ғылыми ізденістер. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қалыптасу тарихы, маңызы. Назарбаев университетінің миссиясы. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің тарихы, құрылым жүйесі туралы мамандықтар және филологиялық білім беру. Бүгінгі сабақта біз кең ауқымды дәріс әдісі бойынша өтеміз. Яғни бірінші қадам бұл тақырып бойынша өзіңізге бұрыннан таныс ақпараттарды жазып шығасыз. Екінші қадам жұппен жұмыс жасаймыз. Бір магистрант дәрісті тыңдап отырып, өзіңізде бар ақпаратқа белгі қойып отырасыз. Ал екінші магистрант өзіңізде жоқ ақпаратты белгілеп отырасыз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қалыптасуы, даму тарихы, негізгі бағыты, филология ғылымдар саласының оқытылу жайы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Қазақстанның жетекші классикалық университеті мәртебесіне ие, Қазақстан білімі мен ғылымының ірі орталығы. Жоғары кәсіби, жоғары оқу орнынан кейінгі білім мен ғылымның инновациялық дамуының ұлттық көшбасшысы. қазму-ды құру туралы Қазақ өлкелік комитеті 1933 жылы 13 қарашада қаулы шығарды. Университеттің ресми ашылған күні 1934 жыл 15 қаңтар. Енді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ерекше мәртебесі бар Қазақстанның жетекші классикалық университеті. Жоғары кәсіби, жоғары білім мен ғылымды инновациялық дамытудың ұлттық көшбасшысы. Еліміздегі жоғары оқу орындары арасындағы бірінші Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің сапа саласындағы жетістіктері үшін сыйлығының иегері. Рейтер тәуелсіз рейтинг агенттігінің әлемнің үздік 500 университеті рейтингінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық білім беру университеті білім беру бағдарламасы бойынша 150-ші орында тұр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 180-нен астам гуманитарлық, жаратылыстану және техникалық мамандықтар бойынша бакалаврларды, магистранттарды, докторанттарды дайындайды. Университетте еліміздің барлық аймағынан келген 20 мыңнан астам студент, шетелден келген студенттер білім алады. Оқытушы профессорлар құрамы 2500 мың адамнан асады. Олардың арасында 400-ден аса ғылым докторы, профессорлар, 800-ден астам ғылым кандидаттары, доценттер бар. Қазақ ұлттық университеті бакалавр, магистр, доктор, PhD жүйесін, сондай-ақ әлемде мойындалған оқытудың кредиттік технологиясын іс жүзінде асыруда да алдыңғы орында келеді. Кредиттік технологияның көзі академиялық бағдарламалардың әрбір студент үшін оқудың жеке траекториясын таңдау мүмкіндігінде. Келесі сөз Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті ғылыми зерттеу институттары, филология факультеті, профессор, оқытушылар құрамы, ғылыми ізденістер туралы болмақ. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті Қазақ Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1996 жылғы 20 мамырдағы бастамасымен жоғары оқу орнында Целиноград инженерлік құрылыс институты мен Целиноград педагогикалық институтының бірігуі негізінде құрылды. 2000 жылы Қазақстан Республикасының қаулысымен Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық академиясының бірігу жолы арқылы Гумилев атындағы Евразия мемлекеттік университеті болып қайта құрылды. 2001 жылдың 5 шілдесіндегі жеке мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше статус беру туралы Қазақстан Республикасының президент жарлығына сәйкес университетке ұлттық және жалпы адамдық құндылық, ғылым мен техника жетістіктері негізінде тұлғаларды дамыту мен кәсіби қалыптастырудағы елеулі үлесі, ерекше мәртебесі берілді. 2001 жылдың 29 маусымындағы нөмірі 892 жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарын қайта атау туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысына сәйкес университет Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті атауы берілді. 2000 жылдан бастап Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті халықаралық деңгейдегі жоғары оқу орны болып саналады. 2001 жыл тамыз айында мемлекеттік аккредитациядан өтті.
2005 жылы Оксфорд университетінде білім ордасы Біріккен Еуропа мәртебелі халықаралық медаліне лайық деп танылды. 2006 жылы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Сократ атындағы қазіргі қоғамның зияткерлік дамуына үлес қосқаны үшін Оксфорд халықаралық наградасына ие болды. 2007 жылы ТМД-дағы ең үздік компаниясы алтын жұлдызымен марапатталды. 2010 жылы Квестворд университеті рейтинг агенттігінің нәтижесі бойынша қазақстандық жоғары оқу орындарының арасынан әлемдік үздік 500 топ оқу орны қатарынан көрінген алғашқы оқу ордасы. 2012 жылы аталмыш рейтингде 369 орынға табан тіреді. Қызмет көрсететін үздік кәсіпорын аталымындағы Қазақстан Республикасы президентінің алтын сақа сыйлығының иегері. Қазіргі таңда Еуразия ұлттық университеті Қазақстанның жетекші классикалық жоғары оқу орындарының бірі. Еуразия ұлттық университетінде мамандарды даярлау жүйесі 3 білім беру баспалдағы бойынша жоғары негізгі білім, бакалавриат, магистратура және PhD докторантура, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне қабылдау, мемлекеттік білім грантымен ақылы негізде жүзеге асырылады. Университет құрамына 13 факультет кіреді: механика, математика, ақпараттық технологиялар, сәулет, құрылыс, жаратылыстану ғылымдары, әлеуметтік, заң факультеті, филология, экономика, халықаралық қатынастар, физика, техника, журналистика және саясаттану факультеті, тарих және көлік энергетика факультеті. Сонымен қатар университетте 2 әскери оқу мамандығы бойынша запастағы офицерлер дайындайтын әскери кафедрада жұмыс жасайтын. Магистрлер мен PhD докторларды дайындауда сонау заманауи талаптарға сәйкес Қазақстанның жетекші және әлем университтері мен ғылыми орталықтардың шетелдік кеңесшілер тартылып жатыр. Еуразия ұлттық университеті шын мәнінде Қазақстанның ірі білім және ғылыми орталығы болып табылады. Кафедраларда, ғылыми зерттеу институттары мен ғылыми орталықтарда 900-дей оқытушы сабақ береді. Олардың 65% ғылым докторы, профессор, түрлі академиялардың корреспондент мүшелері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлық иегерлері, ғылым кандидаттары мен доценттері. Италия, Испания, Иран, Оңтүстік Корея, Түркия, ақш, Жапония сияқты шет елдерден келген оқытушылардың болуы білім беру сапасын арттыра түседі. Келесі бір тағы да іргелі оқу орнының бірі бұл Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Қазақ мемлекеттік университеті Қазақ АКСР Халық комиссарлары кеңесінің 1927 жылғы 23 наурызда қабылданған қаулысы негізінде 1928 жылғы қазанда ашылды. Алғашқы кезде педагогикалық, ауыл шаруашылық және медицина факультеттер құру жоспарланды. Алайда кең байтақ қазақ сахарасындағы сауатсыздықты жою жөнінде кезек күттірмес міндет бәрінен бұрын педагог кадрларын қарқынды түрде даярлауды талап еткендіктен, алғашқы университетті педагогикалық бағытта ашуды өмірдің өзі ұсынды. Тұңғыш жоғары оқу орнында әуелде физика, математика, жаратылыстану және лингвистика педагогикалық бөлімдерден тұратын құрылған жалғыз ғана факультет болды. Тұңғыш жоғары оқу орны 1930 жылдан бастап Қазақ педагогикалық институты Каспий деп аталып, оған 1935 жылы ұлы ойшыл ақын Абайдың есімі берілді. Қазір бұл университет Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті деп аталады. Алғашқы кезден бастап оқу орнында сапалы мамандар даярлау үшін профессор оқытушылар құрамын білікті педагог ғалымдармен жасақтау мәселесі күн тәртібіне қойылды. Қазақ халқының ұлы тұлғалары, ұлтымыздың мақтаныштары Ораз Жандосов, Санжар Асфендияров, Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Халел Досмұхамедов, Ильяс Қабылов, Бәймен Алманов, Темірбек Жүргенов институт қабырғасында дәріс беріп, шәкірт тәрбиелеуге атсалысты. Белгілі тіл мамандары Құдайберген Жұбанов, Сәрсен Аманжолов, Жолдыбаев, математик Әлімхан Ермеков және басқа да ұлттық ғалымдарымыз профессор оқытушылар құрамының алдыңғы сапында болды. 2003 жылы 26 қыркүйекте Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың нөмірі 201 жарлығымен Қазақ жоғары бөлімінің қара шаңырағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті болып қайта құрылып, ұлттық мәртебені иеленді. 2007 жылы 24 қыркүйекте Абай атындағы КазУПУ жоғары білім көшбасшыларының Оксфордтағы саммитінде Ұлыбритания
21 ғасыр көшбасшылары бағдарламасы аясында біріккен Еуропа және еуропалық сапа тәрізді халықаралық марапаттарға ие болды. Ал 2007 жылы университетке сапа саласында жетістік үшін Қазақстан Республикасы президентінің сыйлығы тапсырылды. Бүгінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті білім, гуманитарлық ғылымдар, жаратылыстану ғылымдары, техникалық ғылымдар және технология, әлеуметтік ғылымдар және бизнес, өнер мамандықтары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласы және білім беру орталығы. Университетте жалпы саны 790 профессор оқытушы дәріс оқиды. Ғылыми дәрежесімен атағы барлар 471. Оның ішінде 131 ғылым докторы, профессор, 286 ғылым кандидаты, доцент, 54 адам PhD докторы еңбек етеді. Сондай-ақ бізде 14 Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академиктері мен корреспондент мүшелері, 45 басқа да қоғамдық академиктер қызмет істейді. Университетте ғылыми зерттеудің басым бағыттары айқындалған. Ол мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында көрсетілген мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани адамгершілік құндылықтарын нығайту, үш тілдік білім беру, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуіне байланысты міндеттері, цифрлық Қазақстан ақпараттық компьютерлік 3D технологияларға негізделген жаңа білім беру ресурстары және тағы да басқалар. Назарбаев университетінің миссиясына. Еліміздің ең ерекше оқу орны Назарбаев университеті, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бастамасы бойынша құрылған әлемдік жаңа университет. Университет миссиясы Қазақстан білім мен ғылым зерттеу қызметінің дамуына мүмкіндік беру. Сонымен қатар Нұр-Сұлтан қаласындағы, яғни Астана қаласындағы Еуразия орталығында зерттеу және білім беру орталығын қалыптастыру. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің төрағалығымен 2009 жылы 17 қазанда өткен Астананың жаңа университеті директорлар кеңесінің бірінші қатысу тәртібімен отырысында 2010-2012 жылдарға арналған университетті дамыту стратегиясы бекітілді. Ашылатын университеттің академиялық және ғылыми саясаты университеттің құрамына кіретін мектептердің, институттардың әрқайсысы әлемнің жетекші жоғары оқу орындарының санынан шетелдік академиялық серіктестіктің және күшті ғылыми, клиникалық пен өндірістік базасының болуын жоспарлайды. Бұл елдің индустриялық инновациялық даму мақсаттарын шешу үшін білім, ғылым және өндірістің арасындағы өзара байланысты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Астананың жаңа университеті жобасын іске асыру жас қазақстандықтарға елден тыс шықпай-ақ әлемдік стандарттарының деңгейінде білім алуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда ғылым және технология мектебінде 6 профильдік мамандық ұсынылуда. Биология ғылымдары, биомедицина мамандығымен қоса химия, компьютер ғылымдары, математика, физика, роботтық техника және механотроника. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар мектебі әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдарда жан-жақты білім беруді қамтамасыз етіп, қоғамның барлық салаларында көшбасшыларды даярлауды жүзеге асыруға бағытталған. Университеттің гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар мектебін дамыту Висконсин Мэдисон университетімен әріптестікте жүзеге асырылады. Мектеп басынан бастап мемлекеттік басқару мен халықаралық қатынастардағы, экономикадағы, антропологиядағы, әлеуметтанудағы, тарихтағы, әлем тілдері мен әдебиетіне мамандықтар бойынша білімді игеруге мүмкіндік береді. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің тарихы, құрылымдық жүйесі туралы мамандықтары, филологиялық білім беру үрдісі. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті тарихы Қазақ КСР Халық комиссарлары комитетінің 1935 жылдың тамызындағы жалпыға бірдей 7 жылдық білім беру енгізу туралы және сондай-ақ тағы да басқа қаулылардың негізінде жоғары білім беретін 2 жылдық Ақтөбе мұғалімдер институты ретінде ашылуымен басталады. Институттың негізгі міндеті орта мектептер үшін жоғары білікті мұғалім кадрлар дайындау болып табылады. Алғашқы директор қызметіне Залиев Нұғман бекітілді.
1935 жылы институттың алғашқы профессорлық оқытушылық құрамына келетін болсақ, 1 профессор, 1 доцент, 10 оқытушы, барлығы 12 адамнан жасақталды. 1947 жылы Қазақ КСРде арнаулы және жоғары білім беруді дамыту туралы КСРО министрлер кеңесінің 1947 жылдың 16 қарашасындағы нөмір 75 қаулысына сәйкес Нұрпейіс Байғанин атындағы Ақтөбе мұғалімдер институты базасында 2 жылдық қыздар педагогикалық институты ашылды. Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты Қазақ КСР министрлер кеңесінің 1958 жылдың 4 тамызындағы нөмірі 1293 және Қазақ КСР құқық ағарту министрінің 1958 жылы 6 тамызындағы Ақтөбе педагогикалық институты туралы нөмір 169 бұйрығы бойынша жабылды. Алғашқы 2 факультетте, яғни физика, математика және филология факультеттерінде күндізгі бөлімде 250, сырттай бөлімде 100 студент физика мен математика, орыс тілі мен әдебиеті, қазақ мектебінде орыс тілі мен әдебиеті мамандықтары бойынша білім алды. 23 оқытушы, оның ішінде 4 ғылым кандидаты мен доценттер сабақ берді. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы нөмір 163 қаулысымен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе университетіне мемлекеттік мәртебе берілді. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2004 жылғы 3 ақпандағы 128 қаулысы бойынша құрамынан Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының бөлініп шығуына байланысты Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті қайта құрылды. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2013 жылғы 29 мамырдағы нөмір 529 қаулысымен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті мен Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының бірігуі арқылы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті болып қайта бекітілді. Университеттің білім беру кадр саясаты ғылыми педагогикалық мамандарды сақтау және жетілдіру, отандық және халықаралық деңгейдегі кәсіби байланыстарды қалыптастыру. Университеттің білім беру саясатының мақсаты жоғары біліктілікке, еңбек нарығында кәсіби және бәсекелестік қабілеті бар кадрлар дайындау, қоғамда жоғары білімнің мәртебесін көтеру. Бүгінгі таңда университеттің 10 факультетінің күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінде 15 мыңнан астам студент білім алуда. Университеттегі оқу процесі мен ғылыми зерттеулер жоғары біліктілікке ие ғылыми педагогикалық кадрлар, оның ішінде 47 ғылым докторлар, профессорлар, 200-ден астам ғылым кандидаты мен доценттер, 180 ғылыми дәреже алу жолында ізденушілер жұмыс істейді. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті ғылыми зерттеу жұмыстарын Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі айқындаған халықаралық жобалар мен бағдарламалар аймағында мемлекеттік бюджет бағдарламасы бойынша өндірістік және білім беру ғылыми интеграция стратегиясын жүзеге асыратын бағыттарға сай жүргізеді. Бекіту сұрақтары. Әл-Фараби атындағы қазұу-ның қалыптасу тарихы, даму тарихы, негізгі бағыты, филология ғылымдар саласының оқытылу жайы. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, ғылыми зерттеу институттары, филология факультеті, профессор, оқытушылар құрамы, ғылыми ізденістер. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қалыптасу тарихы, маңызы. Назарбаев университеті қашан құрылды, миссиясы туралы не білесіз? Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің тарихы, құрылымдық жүйесі туралы, мамандықтары, филологиялық білім беру үрдісі. Енді кең ауқымды дәрістің 3-ші қадамынан. Жұпта жазғандарыңызды алмастырамыз. Жұптың біреуі айтылған дәрісте өзінде бар ақпараттардың қайталанғанын айтады, ал екіншісі дәрісте бұларға таныс емес ақпараттар болғанын айтады. 4-ші қадам – идеяларды толықтыру. Пайдаланған әдебиеттер. Сау, саламатта болыңыздар.